Болашақ студенттерге, абитуриенттерге айтқым келетіні, Ахмет Байтұрсынұлы атамыз айтқандай, қазаққа басқадан кем болмасы үшін күшті болу керек, бай болу керек және білімді болу керек. Білім үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, ал күшті болу үшін денсаулық керек. Шетелге өзінің балаларын жіберудегі кездестірілетін екінші бір проблема, жасы кіші, әлі өмір көрмеген деп жібермей қояды көбінесе. Бірақ айтқым келетіні, менің жасым 17-де болғанына қарамастан, нар тәуекел етіп шетелге, Түркия бауырлас мемлекетімізге келген болатындық. Жалпы мен ғана емес, менімен бірге 20 шақты қазақ келді. Барлығы да бір жастамыз. Ешқандай кемсітушілік немесе азап шегіп жатқан жоқпыз. Керісінше Түркия бізге оқу үшін көптеген жағдай жасауда. Мысалы, мына кітапхананың өзі 24-те 7 жұмыс істейді. Интернеті бар, кітап ассортименті өте бай. Сабақ оқып шаршап немесе жалыққан кезде кампусқа шығып серуендеуге немесе қала ортасына шығуға болады.